Күн сайын жер жаңғақ жеуге 9 себепті ұсынамыз. Жаңғақтардың жемістігі, дәмі, мөлшері бойынша ерекшеленетін бірнеше ондаған сорттары бар. Бірақ бұған қарамастан олардың барлығы бай құрамының арқасында ағзаға бірдей пайдалы. Жер жаңғақ бұл көпшіліктің сүйікті тағамы. Бұл өсімдіктер әлемінде бәсекелесі жоқ қуатты емдік профилактикалық тағам. Жер жаңғақ мидың жұмысын жақсартады. Әсіресе күнделікті психикалық стресспен байланысты адамдар үшін пайдалы. Оның құрамында нейрондарды қалпына келтіруге қажетті заттар бар. Бұл заттар интеллектуалды белсенділікке жауап беретін ми аймақтарын қанмен қамтамасыз етеді. Жер жаңғақ иммундық жүйені қолдайды. Жер жаңғақ аурудан кейін иммундық жүйені қалпына келтіру үшін өте қажет. Сонымен қатар жер жаңғақ фагоциттер мен лейкоциттердің белсенділігін арттырады. Демек олар суық мезгілде адамдарды вирустар мен бактериялардан қорғауға қабілетті. Жер жаңғақ шашты жылтыратады және шаштың өсуін күшейтеді. Құрамында шаш фолликулаларын нәрлейтін және жасушалардың бөлінуінің белсенді процесін бастайтын өсімдік майы бар. Өнімде ақуыздар мен амин қышқылдары бар. Олар шаштың зақымдалған құрылымын қалпына келтіруге қажет. Жер жаңғақты үнемі рационыңызға қосу арқылы мұндай проблемалардан құтылуға болады. Шаштың түсуі, күңгірттену, ұштардың бөлінуі және сынғыштық. Жер жаңғақ холестерин деңгейін төмендетеді. Холестеролдың қан тамырлары қабырғаларына түсуі жүрек қан тамырлары жүйесінің денсаулығына үлкен қауіп. Өнім құрамындағы майлар биохимиялық реакцияларға қатысады және олар холестериннің тез бөлінуіне ықпал етеді. Оның қайта жиналуына жол бермейді. Жер жаңғақ ұзаққа созылатын тоқтық сезімін береді. Жер жаңғақ талшыққа бай. Оны ішекте сіңіру ұзақ уақыт алады. Майдың құрамына байланысты өнімде көп калория бар. Оны дене салмағын азайту үшін де диетада қолдануға болады. Бір уыс жер жаңғақ шамадан тыс тамақтанудан сақтайды. Жер жаңғақ құрамында антидепрессант рөлін атқаратын заттар бар. Көңіл күйдің ауытқуларын, апатияны және депрессиялық ойларды жиі сезінетіндерге жер жаңғақтан жақсы өнім жоқ. Әсіресе пайдалы шоколадтағы жер жаңғақ. Өйткені ол жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті заттармен барынша қамтамасыз етеді. Жер жаңғақ құрамында флавоноидтар мен магний бар. Олар эндорфин мен серотониннің тұрақты өндірісі үшін маңызды. Бұл бақыт гормоны болып табылады. Жер жаңғақ теріні жақсартады. Антиоксиданттар, май қышқылдары және коллагенді стимуляторлар терінің сыртқы түрін жақсартатын және қартаю процесін баяулататын ингредиенттер. Жер жаңғақ жүректің жұмысын жақсартады. Калий мен магний жүректің сау және жақсы жұмыс істеу үшін өте маңызды. Жүрек бұлшық еті дененің ең стрессті бұлшық еті, сондықтан оны күту керек. Жер жаңғақ қан тамырларын күшейтеді. Жаңғақ дәндерінде өсімдік гормондары мен рутин бар. Бұл қан тамырларын нығайту, олардың серпімділігін қалпына келтіру үшін қажет нәрсе. Мұндай жаңғақтарды варикозды веналардың бірінші сатысына тап болған әйелдер үшін қолдану өте маңызды. Жер жаңғақ дәрумендер мен минералды заттар жиналған қуат күшінің қайнар көзі. Құрамындағы ақуыз бен жасұнық аш қарынға тойдырады. Ол конфет, бутерброд, шұжық, қантты күлше нан секілді зиянды тағамдарға қарсы пайдалы балама өнім. Ең бастысы бұл өнімді тұтынар кезде ащы тұзды қаптамадағы өнімдерін жемегеніңіз дұрыс болады. Жер жаңғақтың құрамында не бар? Ақуыз. 100 грамм жер жаңғақта 25 грамм ақуыз бар. Жасұнық. Жер жаңғақ жасұнықтың қайнар көзі. 30 граммының өзінде күнделікті тұтыну нормасының 10%-ын құрайды. Майлар. Жер жаңғақта 80%-ға дейін болатын өсімдік майы бар. Тиамин, B1 дәрумені. Жүректі, бұлшық етті, жүйке жүйесін қорғап, сіңірілген асты энергияға айналдырады. Фолий қышқылы. Жасушалардың өсуіне көмектеседі. Бұдан басқа құрамында минералды заттардан марганец, цинк, мыс, фосфор, селен және темір бар. Жер жаңғақ негізінде жаңғақтарға емес, бұршақ тұқымдастарға жатады. Бұл өнімде кез келген жаңғақпен салыстырғанда ақуыз өте көп. Құрамындағы антиоксиданттар бойынша қызылша мен алма және сәбізбен бәсекелесе алады. Тағамдық құндылығына келетін болсақ, бір дана жер жаңғақты 1 грамм деп алсақ, ақуыз 0,3 грамм, көмірсулар 0,2 грамм, май 0,5 грамм.
Бұл тек бір ғана данасында ғана. Ал сіз жер жаңғақ жиі жейсіз бе? Денсаулығыңыз мықты болсын.